Сәлем барлықтарыңызға. Бұл сабақта 2023-24 оқу жылында өткен ауыл олимпиадасы математика пәнінен 9 сынып 1 кезеңнің 14 есебін талдаймыз. Тура сағат 9:00-де пойыз А станциясынан шықты. Алғашқы 27 километрді А станциясынан Б станцияға дейін пойыз 96 км бөлінген сағат жылдамдықпен жүрді дейді. Жол бар, және жылдамдық бар, бөліп жіберсек, уақыт келіп шығады екен. Уақытты табу үшін жолды жылдамдыққа бөлеміз. 27-ні бөлу керек 96-ға. Пойыз Б станциясында тура 3 минут тұрды дейді, оның соңында қосып жібереміз. Содан кейін пойыз 64 км жолды 64 км сағат жылдамдықпен 30 км жол жүріпті. Сонда 30-ды бөлу керек 64-ге. Осы екеуін қосып алайық, сосын 3 минутты қосып жібереміз. Қаншаға қысқарады? 27 мен 96 қысқарса қысқартып алайық. Бірінші 3-ке қысқартып жіберсек, мына жерде 9, мына жерде 32 болды. Енді 2-ге қысқартып жіберек, сонда мына жерде 32, мына жерде 15 болады. Бөлімдері бірдей болды, 32 қосып жіберсек, 24 бөлінген 32 болды. Енді мынаны да қысқартып жіберек, қанша? 8-ге қысқарады, 8-ге қысқарсақ 3 бөлінген 4 болды. Мынау сағатта шығып тұр қазір. Мына минутты қосқан жоқпыз, 3 минутты. Мыналар километр бөлінген сағат. Сондықтан жауабы сағатта шығып тұр. Енді 10 минутқа айналдырып жіберсек, минутқа айналдырсақ 60-ға көбейтіп жібереміз. 60-ға көбейсек 4-ке қысқарсақ 15 болды, 3-ке көбейсек 45 минут болады екен. 45 минут. Мына жерде тағы 3 минут бар. Онда қосып жібереміз. 48 минутта жетеді екен. 9-да шыққан болса, сонда 9 сағат 9:48 минутта жетіп барады екен. Жауап дұрыс болды. Сонымен мына есеп шықты. Сау болыңыздар.